Сол дәуірде Кореяда сериаллар сапасын артыруға байланысты үлкен қаржы ажыратылып, коммерция телеканаллары да шөлкемлестіріле бастады. Ал олар бір-бірінен озып кетуге әрекеті нәтижесінде корей драмалары да көбейе бастаған. Бұнан сыртқары Корея көптеген мемлекеттерге өзінің айрым сериалларын бейпұл берген. Хәттегі сол мемлекет тіліндегі аудармасын да төлеп берген. Мысалы, біз көрген Тангем, Жумоң, Жанбого, сондай-ақ Қыш санатасы сияқты сериаллар да әйне осындай көріністе біздің экранларымызда пайда болған. Сондай-ақ Құбыла Корея дорамалары һәм музыкаларының диск көрінісіндегі формасы Қытай арқылы арқа Кореяға барған сайын көбірек контрабанда жолы менен алып кірілген. Арқа кореялық хаяллар өздері жақсы көрген бас актриса Сон Хэ Гённың шаш түрмегіне еліклейді. Бұл болса жергілікті хакимиятты тәртіпсіз шашларға қарата қатаң шаралар көруіне алып келген.